Сіз неге 99% адамдардың үлкен қателігін жасап жүрсіз? Мүмкін сіз де су ішкенде осы қателіктерді жіберіп жатырсыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Алдын ала рахмет. Су адам өміріндегі ең маңызды зат. Себебі адам денесінің 80%-дан астамы судан тұрады. Бірақ көптеген адамдар су ішкенде қателіктер жасап, оны дұрыс пайдаланбайды. Бүгін мен осы қателіктер туралы айтып бергім келеді. Қателік нөмірі 1. Шамадан тыс су ішу. Біз бәріміз білеміз. Судың ағзада жетіспеуі сусыздануға келіп, түрлі жағымсыз жағдайлар мен салдарларға алып келеді. Келесі диетологтың кеңесін тыңдап немесе интернеттен оқып, адам бірден бұл әдетті енгізуді шешеді. Бірақ ол тым көп су ішуді бастайды. Бұл жағдайды тіпті абсурдқа айналдырады. Жаңа пайдалы әдетті енгізу керек болғанда, оны бірден бастау дұрыс емес. Өйткені ағзаңыз оған үйренбеген. Бүйректеріңіз бен зәр шығару жүйеміз оған дайын емес. Сондықтан бұл жағдай сізде бүйрек немесе зәр шығару жүйесіне ауыртпалық әкелуі мүмкін. Сіз ісінуіңіз мүмкін, бұл ешқандай денсаулыққа пайдалы болмайды. Суды ішуді біртіндеп бастаңыз. Қателік нөмірі 2. Су ішуді тым жылдам ішу. Бұл да жаңа әдеттердің қатарына жатады. Суды көп ішу керек деп шешіп, оны жылдам ішуді мақсат етеді. Бұл да үлкен қателік, себебі ас қорыту жүйесі оған үйренбеген. Сондықтан мен әрқашан пациенттеріме суды кішігірім жұтқыншақтармен ішуді ұсынамын. Мысалы, таңертең 2 стакан су ішкенде, оны бірден емес, біртіндеп ішу керек. Қателік нөмірі 3. Барлық сұйықтықты су деп санау. Чай, кофе, сорпа, компот, сыра және басқа сұйықтықтарды су деп есептеу қате. Су тек су, ал қалған сұйықтықтар бұл сұйықтықтар, бірақ ол судың орнына басқа элементтерді қамтиды. Мысалы, Кока-кола құрамында цикламат натрий, қант алмастырғыштар, қант, хош иістендіргіштер, бояғыштар бар. Қателік нөмірі 4. Өте суық немесе мұзды су ішу. Таңертең суық су ішу бұл ағза үшін ауыр стресс. Бұл қан тамырларының қысылуына және ас қорыту жүйесінің баяулауы мен дисбалансына келеді. Сондықтан таңертең су ішкенде ол жылы немесе ыстық болу керек. Қателік нөмірі 5. Күн сайын 2-2,5 литр су ішу. Әр адамның ағзасы үшін қажетті су мөлшері әртүрлі. Divine формуласы деп аталатын формула арқылы сіз ағзаңызға қанша су қажет екенін анықтай аласыз. Мысалы, менің идеалды дене салмағым бойынша күніне 1,5 литр су ішемін. Қателік нөмірі 6. Суды тек шөлдегенде ішу. Шөлдегенде ғана су ішу қате түсінік. Суды күн сайын қажетті мөлшерге ішуді дағдыға айналдыру керек. Көптеген адамдар су ішпейтін болып дағдыланады, және олардың ағзасы су ішу туралы сигнал бермейді. Қателік нөмірі 7. Тамақпен бірге су ішу. Тамақпен бірге су ішу бұл қате. Егер тамақ құрғақ болса, бір жұтым су ішуге болады. Бірақ көп су ішіп, ас қорыту сұйықтықтарын сұйылтуға болмайды. Қателік нөмірі 8. Кипяченая су ішу. Қалада, әсіресе үлкен мегаполистерде, кипяченая хлорланған су ішу өте қауіпті. Себебі ол ағзаға зиянды химиялық қосылыстарда келеді. Қателік нөмірі 9. Таңертең су ішпеу. Таңертеңгі алғашқы су ағзаны ылғалмен толтыру керек. Алдымен кофе ішпей, тамақ жемей, жылы немесе ыстық су ішу керек. Достар, сіздің қолдауыңыз біз үшін бәрінен маңызды. Каналға қазір тіркеліңіз, жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін. Лайк басып, бізге мотивация сыйлаңыз. Қандай видеоларды көргіңіз келеді? Комментке жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін бағалы. Әр қолдау бізге жаңа күш береді. Сізсіз бұл арна өспейді.